Мына суретке қараңыздаршы. Бұл жасөспірім афроамериканка Генриетта Лакс. Бұл есім медицина тарихында ерекше рөл ойнады. Бұл қыз 1951 жылы рактан қайтыс болды, бірақ оның клеткалары бүкіл дүние жүзінде әлі өмір сүруде. Бұл қалай пайда болды? Рак дегеніміз не? Не себепті киттер ракпен ауырмайды? Ракқа қарсы вакцина бар ма? Және ракты емдеуге болады ма? Бұл сұрақтардың жауабын осы видеодан біле аласыздар. Қалай опухоль клеткалар пайда болады? Мысалға, мына жерде клетка. Оның ішінде бізде ДНК болады. Яғни ДНК-да біздің бүкіл ақпараттарымыз сақталады. Енді бізге екінші бір клетка алу керек. Ол үшін тура осы ДНК-ны айнытпай көшіру керек. Біздегі клеткалар митоз арқылы бөлінеді. Егер клетканың бөліну кезінде бір қателік кететін болса, мысалға бір нуклеотид дұрыс орналаспай қалатын болса, онда мутация басталады. Мысалға, мына бір жерде мутация пайда болды. Әрине біздің организміміз ақымақ емес, сол себепті жоспарланған өлім пайда болады клеткада. Себебі клетка дұрыс құралмады. Яғни апоптоз. Клетка өздігінен өзі жойылып кетеді. Ал егерде дұрыс емес жаңағы генетикалық набормен тірі қалатын болса, онда біздің иммундық клеткамыз оны жойып жібереді. Қалыпты жағдайда нормада біздің клеткамыз Хейфлика эксперименті бойынша 52 рет бөліне алады. Яғни 52-ден артық бөліне алмайды. Эволюциондық механизмге алып келетін болсақ, яғни бұның негізгі мақсаты опухоль клеткаларын алдын алу үшін. Бұл экспериментті рак клеткаларını жасағанда, рак клеткалары ретсіз, яғни тоқтаусыз бесконечно бөліне береді. Сол себепті де рак клеткалары өте қауіпті. Әлем бойынша жылына ракпен 18 миллионға жуық адам ауырады. Соның ішінде 9,5 миллион адам осы рактан қайтыс болады. Бұл адамдарда. Сонымен қатар рак клеткалары бұл жануарларда да кездеседі. Мысалға алып қарайтын болсақ, ең көп 50% жағдайда бұл тышқандарда кездеседі. Ал ит, мысықтарда 25% кездессе, бұл көрсеткіш адамда 20% кездеседі. Ал синий китте, яғни көк китте рак клеткалары кездеспейді екен. Негізінде фактіге алып келетін болсақ, үлкен организм болған сайын, ода клеткалар көп болады. Ал клеткалар көп болған сайын, оның бөлінуінің кезінде мутациялар орын алып, сол нәтижесінде опухоль даму керек. Ал бұл жерде бізде керісінше. Бұл жерде парадокс петтозаны орын алады. Ғалымдардың зерттеуі бойынша пілде рак клеткаларының кездесуі өте төмен жиілікте екен. Бұның себебі пілдердегі антионкоген, яғни ген P53-тің болуына байланысты. Бұл ген P53 пайда болған рак клеткаларын уақытында тауып апоптоз болады, яғни клетканың өзінің өлімі орын алады. Осылай рак клеткаларының пайда болуын алдын алып отырады. Және тағы да бір ұғым бар, бұл гиперопухоль деп аталады. Яғни рак клеткасы пайда болады, бұл злокачественный болғаннан кейін кедір бұдырлы болады. Бұл жылдам өседі және өскен сайын өзінен фактор бөледі. Бұл фактор неоангиогенез деп аталады. Бұл фактор қалай әсер етеді? Рак клеткасы пайда болғанда, оның жанынан екі қан тамырлары өтеді шетінен. Рак клеткасы ақымақ емес, бұл жылдам өседі, және де ары қарай жылдам өсу үшін оған қан тамырлар керек болады. Міне осы жаңағы айтылған неоангиогенездік фактор арқылы өзіне жаңадан
қан тамырларды қосады. Солай біздің өзіміздің организміміз рак клеткасына көмектесіп, оған жаңа қан тамырларды қосып береді. Опухоль ары қарай өсіп өзінен жаңа колониялық клеткалар түзеді. Яғни опухольдің өзінде мутация пайда болады. Одан жаңа опухольдер, жаңа клеткалық колониялар түзеді. Яғни бұл түзілген колониялар жаңағы ең бірінші түзілген опухольдің өзіне қарсы опухоль ретінде көрініс береді. Яғни осы пайда болған опухольді жаңадан біз гиперопухоль деп айтамыз. Осы гиперопухоль кезінде жаңадан пайда болған опухоль бұрынғы опухольді қысып, оның жанындағы қан тамырлардың опухольге келуін бөгеп тастайды. Егер бірнеше граммдық опухоль кездесетін болса, онда ол синий киттің және пілдің денесінде байқалмайды. Опухольдің бар жоғын қалай білуге болады? Ол ең бірінші опухольдің түріне байланысты және тұқым қуалаушылыққа байланысты. Егер сіздің отбасыңызда қандай да бір опухоль кездескен болса, онда генетикалық анализ тапсыру керексіз, және де опухольге дайын болу керексіз. Мысалға айтатын болсам, Анджелина Джоли секілді жасауға болады. Ол өзінің екі омырауында алып тастаған болатын, себебі өзінің генінде мутация пайда болғанын анықтады. Ол ген BRCA1 деп аталады. Бұл геннің негізгі мақсаты осы опухольдің өсуіне жол бермеу. Осы генде мутация пайда болған үшін опухоль біздің организмімізге қарамай ары қарай өсе береді. Анджелина Джолидің мамасы да, апасы да осы рактан қайтыс болған болатын. Сол себепті генетикалық анализ дұрыс анықтап берді. Бірақ барлық уақытта осы ДНК тест арқылы үнемі анықтай беруге болмайды, не болмаса 100% толық анықтап бере алмайды. Бірақ медосмотр арқылы скрининг тесттер өтуге болады. Мысалға алып қарайтын болсақ, Японияда стандарттық скрининг тест бар. Оның ішіне КТ грудной клетка кіреді, яғни өкпе рагын анықтау үшін, одан кейін колоноскопия, тоқ ішек рагын анықтау үшін, ФГДС, асқазан рагын анықтау үшін. Бұл айтылған скринингтарды наркозбен де жасауға болады. Сонымен бірге гинекологқа да тексеру керек. Мысалға, жаңағы ең бірінші айтып өткен Генриетта Лакс өзінің іш киімінен біртүрлі бір бөліністерді анықтаған. Одан кейін ол ары қарай гинекологқа көрінеді. Содан шейки маткида, яғни жатырдың мойнында ракты анықтаған. Ол больницада ем алу кезінде өзінің емдеуші дәрігері оны биоптат алуға опухольден, яғни жаңағы лабораторияға жібереді. Сонда лабораторияда Джорджи Герю профессор осы рак клеткаларының басқа клеткаға қараған кезде өте ерекше екенін, яғни 2 есе тез жылдам көбейе алатынын, сонымен бірге бөлінуін тоқтататын программаның жоқ екенін айтқан болатын. Бұл клеткаларды HeLa деп атаған, яғни Хенриетта Лакстың атына байланысты. Бірақ ол пациентті құтқарып қала алмайды. Бірақ та бұл пациент арқылы көптеген мүмкіндіктер ашылып, мысалға полиомиелитке қарсы вакцина ойлап табылған болатын. Енді топ опухольдерді айтатын болсақ, өлімге алып келетін. Ең бірінші орында өкпе рагы, яғни әйелдерде де ерлерде де кездесетін опухоль түрлерін айтсам. Одан кейін екінші орында толстый кишка, яғни тоқ ішек рагы, үшінші орында асқазан рагы, төртінші орында бауырдың рагы, ал бесінші орында сүт безі, яғни молочный железа. Бұл тек қана әйелдерде емес, сонымен бірге сүт безінің рагы ерлерде де кездеседі.
Енді осы рактың негізгі себебіне келетін болсақ, олар бірінші кезекте вирустар, ВПЧ вирусы, яғни вирус папиллома человека. Бұл бізде жатыр мойны рагымен байланысты әйелдерде. Одан кейінгі вирус Эпштейн-Вар вирусы. Бұл Беркетта лимфома рагымен байланысты. Одан кейін бактериялар, соның ішінде Helicobacter pylori. Бұл тек қана гастрит, язваға алып келмей, сонымен бірге асқазан рагына да алып келеді. Ал рактың еміне келетін болсақ, ең бірінші онкологқа жүгінуіміз керек. Олар арнайы комбинациялық емдер тағайындайды. Мысалға, хирургиялық ем сол пайда болған ракты органмен бірге алып тастауы мүмкін. Немесе эндоскопиялық ем қолдануға болады. Арнайы химиотерапиялар, лучевой терапия, иммундық терапия, яғни ракқа қарсы антителалар енгізеді. Одан кейін гормондық терапиялар болады. Одан кейін егер лейкоз пайда болса, онда қызыл сүйек кемігінде пересадка жасауға болады.